Assalamualaikum Ақсақал. Уағалейкумассалам. Сен бар, шешеңе көмектес. Ақсақал, қайдан жортып келесіз? Олай бала. Мен танымайсыз-ау. Мен жақында Өзбекстаннан көшіп келгенмін. Қалпақпын де. Балам, атам қазақ киіздейтін сыртын қоршамаушы еді. Мынаны не үшін жасап жатырсың? Ой, қария, көктемден келіп қалды ғой. Мына өзімнің қызым мен кемпірім алашат оқитын өнер бар. Соның мал жібін түсіп кетпесін деп қоршап жатырмын да. Балам, қазақтың даласының еңсесі биік, өрісі кең болған. Биіліңді тарылтпа ешқашан. Жарайды Ақсақал, онда алып тастаймын мен bunu. Ақсақал, үйге кіріп шай ішіп шығыңыз. Рахмет шырағым. Шай ішетіндей зауқым жоқ. Олай дейтіндей не болды да сонша? Мына заман қуырып бара жатыр. Адамдардың пейілі тарылып, қанағатсыздық билеп болған бойларым. Өмірден түңілетіндей тағы бірдеңе болды ма? Жақында жаңа қонысқа көшіп еді. Құдығы жоқ екен. Сол құдықшыны іздеймін деп, бармаған жерім басып баған тауым қалмады. Құдықшы дейсіз бе? Иә. Онда дұрыс келдіңіз Ақсақал. Біздің ана көршіңізде құдықшы емес пе? Қазір ғана содан келе жатырмын. 60 қой деп құнымды айтсам, 100 қой деп көтеріп отыр. Кеше ғана сіңірі шыққан көгедей, айтпашы бұл бәлені. Енді желкемнің шұқыр көрмесін. 60 қой дедіңіз бе? Иә. Онда өлшімақ қасып берейін Ақсақал. Құдық қазатын өнерін қармеді? Ой, атам шетке жетендерді азып үйретпеген жоқ қой. Шын айтып тұрсың да? Иә Ақсақал. Онда жүріп. Ой Ақсақал, мезгіл ғой. Үйге кіріп шай ішіп шығыңыз. Мына көктемнің суығы алып барады, соған шығып қалады. Көздің еті өсейін депті. Кеңсе көрсейді. Оғар енді. Жамал, айтсаңшы. Кеңсе. Қалпақ, мен ерекше.